Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде география сабағында 8-ші сыныпта сабақтың тақырыбы экономикалық инфрақұрылымның элементтері мен функциялары. Оқу мақсаты қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді. Енді балалар суретке назар аударамыз. Жалпы қандай немен байланысты деп ойлайсыңдар? Мынау екі суретке. Бағалау критерийі. Қазақстанның көлік кешеніне жалпы шолу жасай алады, көлік кешені салаларын талдайды, Қазақстанның теміржол және автомобиль желісіне сипаттама бере алады. Енді негізгі балалар білеміз, жүк және жолаушыларды тасымалдайтын көлік түрлері ол бізде темір жол көлігі, автокөлік, әуе көлігі, су көлігі, соның ішінде және теңіз бен өзен көліктері. Балалар, енді бізде Қазақстанның көлік кешені туралы видео материал тамашалаймыз. Қазақстанның темір жол және автомобиль көлігі. Темір жол көлігі жылдан жылға тұрақты дамып келе жатқан жүк айналымының 70%-нан астам көлемін орындайтын маңызды салалардың бірі болып табылады. Қазақстанда темір жолдың ұзындығы шамамен 15.000 километр болады. Қазіргі темір жол желісінің негізін солтүстіктен оңтүстікке жүретін 3 және батыстан шығысқа жүретін 3 трансреспубликалық магистралдық желілер құрайды. Ең алғашқы қазақстандық темір жолдың бірі Орынбор-Ташкент. Ол 1905-1907 жылдары салынған. Және біздің елімізді Ресей, Украина және Орта Азия мемлекеттерімен байланыстырады. Темір жолмен түрлі тауарлар, шикізат пен жолаушыларды тасиды. Темір жол көлігінің 2012 жылдағы жалпы жүк айналымы 200 миллион тоннадан астам болса, жолаушылар айналымы 19,2 миллион жолаушыны құрады. Автомобиль көлігінің басты мақсаты жүкті ұсақ жабдықтаушылардан көліктің магистралдық түріне және қайтадан кері жеткізе отырып, республиканың барлық көліктік жүйесін байланыстыру. Қазақстандағы тас жолда автожолының жалпы ұзындығы 95.000 километрден асады. Оның ішінде қатты жабынмен 83.000 километр. Жыл сайын жаңа автожолдардың құрылысы жүргізіліп, ескі жолдар қалпына келтірілуде. Автокөлікпен тасымалдау балалар негізгі артықшылығы жоғары жылдамдылығы. Автокөліктің көмегімен жүк қауырттылығын қажетті дегенмен есіктен есікке дейін жеткізе алады. Әуе көлігі тасымалы ең жас, ең қымбат және ең жылдам көліктердің бірі болып тасымалданады осы арқылы. Теңіз көлігі, балалар, негізгі теңіз көлігі білесіздер, бізде осы Каспий теңізі арқылы тасымалданатын жүктер. Логистика клиенттердің немесе корпорациялардың талаптарын қанағаттандыру үшін бастапқы нүкте мен жеткізу нүктелерінің арасындағы ресурстар ағымын басқаруды білдіреді. Логистика ұғымы ақпарат, тасымалдау, мүліктеу, қоймалау, қапталау және қауіпсіздік сияқты құраушылардың бірлесуін қамтиды. Логистиканың негізгі мақсаттары балалар, ол бізде көптеген кәсіпорындардың негізгі функцияларының бірі болып табылады. Логистиканың негізгі көздейтін мақсаттарын жұмыс өнімділігіне және өзіндік құнға байланысты деп шартты түрде бөлуге болады. Оларға жататындар қысқа жеткізу мерзімі, мүліктің төмен деңгейде ұсталуы және өндірістік қуаттарды жоғары деңгейде пайдалану. Балалар, мынау постерді міне автомобиль көлігі қандай, дүниежүзі жалпы ұзындығы қанша, бәрі мәліметтер бар, соны біз өзіміздің дәптерімізге сызып алыңдар. Енді мынау темір жол бойынша да дәл сондай бізде постер құрастырылған, дәптерлеріңе тамашалайсыңдар. Келесі бізде балалар, мынау құбыр көлігі де тасымалданатын, бізде мұнай және газ тасымалданатын, бұны да өздерің дәптерлеріңе сызып аласыңдар. Және келесі бізде теңіз көлігінде де слайд көрсетілген. Өзен және теңіз көлігі де білесіңдер, негізгі көл Каспий болса, өзендер біздің Жайық, Есіл өзендер, Ертіс өзендер қандай тасымалданатын.
және де әуе көлігі ең дамыған. Енді біз білеміз, ол Америка құрама штаттары. Қандай әуежайлар, бәрін өздеріңе жазып аласыздар. Байланыс жүйесі балалар негізгі қандай таралған бізде көрсетілген. Міне біздің бір қаланың өзінде Нью-Йорктың Африка материгімен бірдей келетін. Бұл мәліметтерді бәрін қажет бізге. Мәтінмен жұмыс балалар. Қазақстанның көлік кешені картасын, көлік логистикалық топтар туралы талдау жасайсыңдар. Қазақстан аумағында көлік торабын сипаттап, ел экономикасы үшін маңыздылығына баға бересіңдер. Көлік логистиканы сипаттауда мына жоспарды пайдаланасыңдар. Басты тораптар, жолдардың ұзындығы қанша шақырым екенін, жолаушы тасымалы және жүк тасымалы бойынша сипаттайсыңдар. Балалар, плюс-минус қызықты екен, білесіздер қалай орналастыратын. Мына жерде қандай плюстары бар, сабақ барысында өздеріңе ұнаған бәрін жазамыз. Пайдалы ақпараттар алғандарыңды. Минус дегенде балалар өздеріңе ұнамаған барлығын жазасыңдар, сол жақтарын. Ал қызықтыға осы тақырып бойынша қандай сендерде ақпарат қызықты болды, соны толтырасыздар. Үйге тапсырма балалар, кескін картаға көлік кешенін түсіріп әкелесіңдер және мәтінді оқып келесіңдер параграфты. Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет, сәттілік тілеймін.